Жалпы физика ғылымына еңбек сіңірген ғалымдар туралы сіздерден сұрайтын болса, сіздер кімдерді айтар едіңіздер? Резерфорд, Ампер, немесе Лоренц шығар. Ал мен Галилей мен Ньютон жұбын айтар едім. Себебі бүгінгі тақырыбымыз сол екі кісілерге тікелей байланысты. Ендеше инерция. Жалпы ежелден адамдар дене қозғалысына, қозғалыс сипатына, денеге қандай күштер әсер етеді, дене қандай күшпен жүреді, қандай күштің әсерінен қозғалады деген сияқты сұрақтарға жауап іздеген болатын. Сол сұрақтың жауабын тапқан бізде Галилео Галилей. Галилейдің тәжірибесіне кішігірім шолу жасайық. Тәжірибе қалай жүргізілді? Ең алдымен Галилео Галилей бірдей үш төмпешіктен бірдей массадағы арбаларды еркін жібереді. Төмпешіктерді салайық. Бірінші төмпешік. Бұл төмпешік белгілі бір осындай кедергілерден тұрған болатын. Екінші төмпешік. Екінші төмпешік бірінші төмпешіктегі кедергілерден қарағанда кедергілері аз болады. Енді үшінші төмпешікке келетін болсақ, үшінші төмпешікте ешқандай кедергі болмайды деп есептейік. Енді Галилео Галилей осы үш төмпешіктен бірдей массадағы арбаларды еркін жібереді. Бірінші арба. Екінші арба. Үшінші арба. Қандай суретшімін? Енді осы бірінші процеске назар аударайық. Бірінші процесте арба еркін белгілі бір жылдамдықпен жүргеннен кейін осы жерге кедергінің әсерінен тоқтайды. Ал екінші төмпешікте бірінші төмпешіктен қарағанда кедергісі аз болғандықтан біздің арбамыз осы жерде жылдамдығын аяқтайды деп есептейік. Ал үшінші төмпешік ешқандай кедергісі болғандықтан барлық төмпешіктердің арасындағы ең ұзақ жол жүрген арбамыз осы болды. Енді бұл арбалар неліктен осындай жерлерге тоқтады деп ойлайсыздар? Себебі бірінші төмпешіктегі кедергілер арбаның жүруіне кедергісін жасайды. Жаңағы инерция заңын қайтадан еске ала кетейік. Егер де денеге сырттай ешқандай күш әсер етпейтін болса, дене тыныштық күйін немесе бір қалыпты түзусіз қозғалыс күйін сақтайды. Ал екінші сызбаға келетін болсақ, бұл жерде кедергіміз айтып өткеніміздей бірінші кедергіден қарағанда аз. Соның әсерінен бізде денеміз осы жерге тоқтаған болады. Үшінші төмпешік көріп отқандарыңыздай ешқандай кедергісіз ең көп жүрген арбамыз осы болды. Жалпы тәжірибеден байқағанымыздай, денеге сырттай ешқандай күш әсер етпейтін болса, дене тыныштық күйін сақтайды. Интроверттер сияқты екен, Егер жоғары қабат денеге ешқандай кедергі келтірмейтін болса, дене өзінің тыныштық күйін сақтайды. Бұл инерция деп аталады. Жалпы енді тәжірибемізге келейік. Тәжірибемізді жүргізу үшін бізге бөтелке және де ақпарат қажет. Ең алдымен біз бөтелкені ақпарат үстіне қойып, оны жай жылдамдықпен тартамыз. Көріп отқандарыңыздай, біздің затымыз құлайды. Ендігіде біз парағымызды қатты жылдамдықпен тартатын боламыз. Тағы да жазып көрейік.
көріп отқандарыңыздай денеміз мейлінше инерциялық құбылысын сақтауға тырысты, яғни тыныштық күйін сақтауға тырысты. Жалпы біздің инерция құбылысымыздың мәні осыда. Таңсықмармен таңдана физика оқимыз.